Сәлем балалар, бүгін 117-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сын есімдерді ажыратамын. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймын. Тыңдаған мәтін бойынша мазмұндама жасамын. 55-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Балықшы мысық. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Хрестоматиядан. Мәтін мазмұнын бойынша жоспар құр. Енді мәтін бойынша жоспар құрайық. Бірінші, мысықтың балық аулауға баруы. Екінші, қармағына шабақтың түсуі. Үшінші, алабұғаның қармаққа ілінуі. Төртінші, үлкен шортан балықты ұстап алуы. Бесінші, шортанның мысықты суға сүйреп әкетуі. Екінші тапсырма, осы жоспар бойынша мазмұндама жаз. Мазмұндама. Бір күні мысық балық аулауға өзенге келіпті. Қармағын суға салып еді, бірінші шабақ түсіпті. Оны кішкентай деп менсінбей, тағы қармағын суға лақтырыпты. Бұл жолы алабұға ілініпті. Алабұға да онша үлкен емес екен деп менсінбей, қайта қармағын суға лақтырыпты. Үшінші рет қармаққа үлкен шортан балық түсіпті. Ол мысықты суға сүйреп әкетіпті. 56-шы жаттығу. Өлеңді қатессіз көшіріп жаз. Қызыл балық, ақ балық, көлде шоршып ойнайды. Сансыз балық, сақ балық, бізді аңқау деп ойлайды. Сын есімдерді тап. Бұл жерде сын есім қызыл, ақ, сақ және аңқау сөздері. Себебі қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. 57-ші жаттығу сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. Жазық, дала. Арық, қой. Биік, тау. Ашық аспан. Бойшаң қыз. Қысқа жіп. Сұр қоян. Жуас түйе. Елу сегізінші жаттығу жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап, сын есімдердің астынсыз. Сырты жылтыр, бұдыр жоқ. Іші шырын, қызыл доп. Шешуі қызанақ. Жұмбақта сын есімдер жылтыр, қызыл. Яғни қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Сын есімдер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.